Сәлем баршаңызға. Осыған дейін уәде еткен, шортста көрсеткен тюрбанның тігілу жолымен бүгін сіздерді таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын міндетті түрде каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Онымен қоса қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Себебі болашақта уәде еткенімдей және де сол уәдемді орындап жүргендегідей әлі талай қызықты видеолар шығатын болады. Енді тюрбанды тігуді бастаймыз. Тюрбанды тігу үшін бізге осындай размердегі, дәл осындай пішіндегі екі мата болу керек. Бұл тюрбанның ішінің сыртының андай астары екеуі бір мата, бастан жылжып кетпейтін болады. Дәл осындай екі мата болу керек. Бұны пішудің, яғни лекаласын қалай сызамыз, оны мен сіздерге шортста көрсететін боламын. Дәл осындай екі мата керек болады және де қажетінше ине осындай. Одан кейін 12 сантиметрлі, бұл менде 2,5 сантиметрлік, яғни ені, және ұзындығы 12 сантиметрлік резинка. Одан кейін соңғысы әрине ол бізде міне осындай жіңішке резинка керек болады, және де осы резинканы таңдаған кезде міндетті түрде осындай үлгідегісін алыңыздаршы. Мынадан сәл бүйтіп томпайып тұратын болса, ол қатты тартпайды екен. Мынау өте тығыз ба, әлде өте қатты жақсы тартады да, жиырылған кезде жақсы тартатын болады. Сондықтан да міндетті түрде осындайды алуға тырысыңыз. Бұл резинкадан бізде 30-35 сантиметрдей керек болады. Ең бірінші біз осы бір деталімізді аламыз да, мынау резинкамыз сиятында етіп, былайынан ұзыннан ұзақ етіп жаңағы тігіп аламыз. Оң жағына міндетті түрде қарап тұру керек. Егер де сіздердің маталарыңыз екі жақты болатын болса, мен екі жағының да аса бір айырмашылығы жоқ. Іші не сырты не бәрібір. Осылайынан оң жағынан қаратып, былайынан бір жүргізіп аласыздар. Міндетті түрде басы мен аяғында закрепка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте осындай түйрегішпен, яғни кез келген түйрегішімізге мына резинкамызды қадап аламыз да, мынау тіккен тігісіміздің ортасынан өткіземіз. Мінекей, осылай істегеннен соң мына жер шығып кетпес үшін міндетті түрде осындай иненің көмегімен мынаны ұстатып аламыз, мына жерінен жылжып кетпес үшін. Және де мына жағынан алдыға және артқа қарай етіп тігіс жүргізіп аламыз. Мықтылап жүру керек, себебі бұл кейін бастап етіп тартылады, тартылған кезде мына шығып кетпеу керек. Мінекей, осылайынан тігіп алдық. Енді мына басында дәл солай тігеміз. Мынаны басына дейін шығарамыз. Осылайынан басына дейін шығарамыз. Санаған кезде екеуің ақшаларың бірдей балам. Ол сенде дәу ақша ғой, зато Сұлтанда кішкентай ақша. Мынаны басына дейін шығарғаннан кейін, Акон, мен санап әдейі бөлдім ғой, екеуіңкі бірдей балам. Өстіп шығарып алғаннан кейін, мына жерінен тағы да бір рет инемен қадаймыз да, осылайынан тағы да бір рет жүріп өтеміз. Міне осымен бізде шашымызды тағатын жеріміз дайын болды. Енді ары қарай тюрбанымыздың өзін тігетін боламыз. Енді тюрбанымыздың алды мен артын бір-біріне біріктіретін боламыз. Ол үшін бізде мынау арты осындай болып тұр ғой. Мына басынан бастап, мынаны екеуін біріктіріп шығымыз керек біз иненің көмегімен. Егерде иненің көмегінсіз ақ тігемін десеңіз, онда әрине тіге беруге болады, бірақ мен онсыз тіге алмаймын. Екеуінің басын осылайынан былайынан біріктіріп шығатын боламыз.
Мінекей осылайынан біріктіріп алғаннан кейін енді былай айналдырып тігіп шығамыз. Мына бізде 4 қабат қой, 4 қабат бір-біріне бірдей болып түсуі керек. Осылай айналдырып тігіп алғаннан кейін енді мына жерлерін оверлоктарыңыз болса бір рет оверлоктап шығасыздар, оверлоктарыңыз жоқ болса онда зигзагпен тігіп шығасыздар. Себебі мынау сөтіліп кетеді бүйтіп. И төртеуін бірге біріктіріп шығасыздар заодно. Осылайынан оверлоктап шыққаннан кейін өте аккуратно болып шығады тюрбандарыңыздың іш жағы. Енді мына жерде біз соңғы деталі дейміз ба, жіңішке резинкамызды тігіп шығатын боламыз. Міне осы резинкамызды аламыз да, жіңішке резинкамызды алып, міне мына жерден, мынау резинка жерден емес, мына жерден осы оверлоктың үстімен мынаны тартып тігіп шығатын боламыз. Айналдырып, мына тура осы резинкаға дейін. Осылайынан тігіп алдық, мінекей. Осылай шашты жинап тұратын жері жиырылып тұрады. Енді мынаны осылай, мына жері бар ғой, біз до конца тікпедік қой, мына жерінен бастап қана тіктік. Енді мынау тұрған, былайынан тұрғанды үстіп ұстап тұрамыз да, зигзагпен былай тікіп шығамыз. Сонда мынамен бірге зигзагпен тіксеңіздер, сәл мына жағына қараған кезде әдемірек көрінеді. Мінекей болдым. Осындай болып шығады екі шеті. Және де оң аударған кезде осындай әдемі тюрбан пайда болады. Мына менің қазіргі тігіп болған тюрбаным. Міне осындай болып шығады. Баста осылайынан тұрады. Және де басқа өте қонымды, жылжып кетпейді. Себебі бұның астары бар. Өзімен бірге астары. Жазды күнге өте ыңғайлы, өте жаңағы жеңіл тюрбандардың бірі. Және де мына жағына өздеріңіз қалауларыңыз бойынша неше түрлі өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, әрлеп, сәндеп алсаңыздар болады. Егер де видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Онымен қоса қоңырауша белгісінде басуды ұмытпаңыздар. Себебі кейінгі шыққан видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Сау болыңыздар.